Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода ыдыстарға арналған жапсырмалар дайындаймыз. Ол үшін алдымен керек жазуды, не болмаса суретті қарапайым принтер көмегімен қағазға түрлі түсті етіп, не болмаса ақ-қара етіп қиып аламыз. Керек өлшемде қайшымен қиып алуымыз керек. Енді бізге көмекке скотч келеді. Скотч бөлігін қиылған шаблонға қойып, оның үстін жақсылап жабысқанша басамыз. Осылайша скотчты барлық шаблондарға жабыстырып аламыз. Келесі кезекте кесеге кішкене су құйып, дайын шаблондарды суда 30-40 секунд қалдырамыз. Бір шаблонды алып, беткі қағаз қабатын саусақпен үйкей бастаймыз. Қағаздың жоғарғы қабаты түскенше сүртеміз. Қатты үйкеудің қажеті жоқ. Себебі қатты бассаңыз, скотчтың жабысқақ қабатын кетіріп алуыңыз мүмкін. Енді дайын жапсырмаларды ыдыстарымызға жабыстырамыз. Ыдысымыз шаң, майдан таза болуы керек. Алдын ала спиртпен сүртіп алсаңыз да болады. Шаблондарды жасау барысында түрлі эксперимент жасап, өзіңізге қолайлысын ойлап табуға болады. Бұл жапсырмаларды тек ыдыстарға ғана емес, сондай-ақ қораптарға, кітаптарға, сыйлық қағазына, контейнерлерге және тағы да басқа алуан түрлі жерде қолдануға болады. Жалпы көріңіздер, қиялдаңыздар, жасап көріңіздер. Бұл өте оңай. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.